Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Көптеген жылдар бойы табиғи алма сіркесуі әртүрлі ауруды емдеу үшін дәстүрлі медицина саласында қолданылады. Оны қолданудың арқасында қайызғақтан, саңырауқұлақтан, тері ауруларынан, варикозды тамырлардан, уланудан тез арылуға, аяқтың шамадан тыс терлеуін жоюға және де иммундық жүйені арттыруға болады. Құрметті оқырман, сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Алма сірке суының денсаулыққа пайдасына келетін болсақ, алма сірке суы витаминнің барлық спектрін сақтайды. Атап айтқанда, В дәрумендері, С, Е, А витаминдері және де тағы да басқа. Бұл сірке суы табиғи жемістермен, сондай-ақ сүт қышқылымен қанқан алма сірке суының құрамында микроэлементтер кіреді. Оның ішіне мырыш, натрий, мыс, темір, магний, калий, марганец және де тағы басқа. Алма сірке суының құрамында кіретін магний жүйке жүйесіне, жүректің және өттің, сонымен қоса ішектің қалыпты жұмысына пайдалы, бірақ калий жүрек пен бұлшықеттің жұмысына жауап береді. Құрамында алма сірке суының таниндері бар және күшті антиоксидант та бар. Алма сірке суының құрамында пептиндер бар. Олар асқазан ішек жолдарының, қан тамырларының жұмысына оң әсер етеді. Сонымен қатар холестеринді төмендетеді, ішектерді тазартады және организмнің токсинді кетіреді. Сірке суының антисептикалық қасиеттері бар. Бұл оның көптеген ауруды емдеуге танымал етеді. Сумен араластырып ішу. 1 шай қасық алма сірке суын 1 стақан сумен араластырып ішіңіз. Ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қыжылдан құтылуға көмектеседі. Бет терісіне күтім жасау. 1 бөлігі сіркеге, ал 2 бөлігі суға батырылған мақтамен бетті сүртіңіз. Нәтижесінде бет терісін сүртуге арналған тоник секілді әсер береді. Сірке суы терідегі ұсақ тесіктерді тарылтып, терідегі қабыну, безеу іздерін кетіруге көмектеседі. Табиғи алма сірке суын аяқтың әртүрлі ауруларын емдеу кезінде қолдануға болады. Өйткені оның келесі әсерлері бар. Қан тамырлары күшейтіледі, ісіну жойылады, қан айналым процесі жақсарады. Аяқтардағы варикозды веналарды емдеуге көмектеседі. Варикозды тамырлардың дамуының негізгі белгілері тері бетіндегі дөңес болатын түйін пайда болуы. Бастапқыда бұлдырлар көкшіл түске ие болады, бірақ уақыт өте келе олардың көлемі ұлғаюы мүмкін. Аурудың емдеуін уақытында бастамаса, ол дамиды және ауырсынады. Сонымен қоса, түйіндердің орнында жазылмайтын жаралар қалыптаса басталады. Сондықтан, варикоздың алғашқы белгілері пайда болған кезде қан тамырлардың жағдайын бақылауға назар аудару керек. Дәстүрлі медицинада варикозды веналарды алма сірке суымен кешенді емдеуді қолдануды ұсынады. Оны сырттан немесе ауызша да қолдануға болады. Сондықтан өнім үйде жасалған болу керек. Қолдану әдістері: алма сірке суымен сығып орап алады. Таза дәке алып, оны бірнеше қабатқа бүктеп алу керек. Содан кейін табиғи алма сірке суын сіңіру жақсы. Аяқтар дәке оралған, ал үстіне полиэтилен пленкасын орайды. Егер варикозды веналар кішкене аймаққа әсер еткен болса, емдеу үшін орау орнына компресс қолдануға болады. Алма сірке суын малынған дәке проблемалық аймақтарға қолданылады. Компресс пен ораулардың уақыты 60 минут болу керек. Веналардың жақсы күйде ұстау үшін айына бірнеше процедура орындау жеткілікті. Алма сірке суы әртүрлі ауруды емдеуге көмектеседі. Дегенмен өзін-өзі емдеуден аурудың бастапқы кезеңінде қолдануға болатын есте ұстаған жөн. Құрметті оқырман,
күнделікті пайдалы ақпарат алғыңыз келсе, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ем болсын достар.